Егер сізде ИП бар болса және ол ИП-ға ай сайын белгілі бір мөлшерде доход түсіп тұрса, онда сіз ИП иесі, яғни өзіңіз үшін ай сайын 4 төлем, яғни 4 платежды төлеуіңіз қажет. Қазір ол платеждарды қалай төлеу керектігін көрсетемін. Ол платеждарды кез келген банк арқылы төлеуге болады, ал қазір мен сіздерге оны Каспи приложениесі арқылы қалай төлеу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін Каспи приложениеге кіреміз. Мына жерде платежи дегенді таңдаймыз. Мына жерде все платежи дегенді таңдаймыз. Мына жерде штрафы налоги дегенді таңдаймыз. Мына жерде платежи для ИП дегенді таңдаймыз. Мына жерде ең бірінші тұрған обязательный пенсионный взносы дегенді басасыздар. Енді мына жерде бірінші обязательный пенсионный взносы басасыздар. Егер сізде пеня болса, онда екіншісін басасыздар. Период дегенге керекті айды қоясыздар. Және керекті жылды қоясы, мысалы, январь 2024. Мына жерге ин плательщика дегенге өздеріңіздің, яғни ИП иесінің иін жазасыздар. Ин работника дегенде оған да ИП иесінің иін жазасыздар. Себебі ИП өз-өзіне жұмыс жасайды. Сумма дегенде 2024 жылы бізде ОПВ 8500 теңгені құрайды. Выберите счет оплаты, таңдайсыздар, сосын к оплате 8500 теңге дегенді басасыздар. Келесі социальное отчисление. Бұл жерде бірінші таңдайсыздар. Егер сізде основной болса, яғни социальное отчисление деген таңдайсыздар. Егер пеня болса, онда екіншісін таңдайсыздар. Менде қазір социальное отчисление. Басам, период керекті мерзімді таңдайсыздар. Мысалы, январь 2024. Мына жерде өздеріңіздің, яғни ин иесінің иін жазасыздар. Мына жерге ин работника дегенде оған да ИП иесінің иін жазасыздар. Сумма. Бізде сумма 2024 жылы 2975 теңге құрайды. Готово деген басасыздар. К оплате 2975 дегенді басасыздар. Келесі төртінші тұрған взносы на обязательный социальный медицинский страхование деген басасыздар. Мына жерде автомат түрде дайын тұрады. Индивидуальный предприниматель КНП 122 деп период дегенге мерзімді таңдайсыздар. Мысалы, январь 2024. Иін дегенге өздеріңіз иінін, яғни ИП-ның иесінің иін жазасыздар. Продолжить дегенді бассаңыздар, сізде автомат түрде суммасы, яғни 5950 теңге шығады, соны төлейсіздер. Келесі ең соңғы тұрған обязательный пенсионный взносы работодатель дегенді басасыздар. Выберите тип платежа. Бірінші тұрған обязательный пенсионный взносы работодателя. Егер сізде бұл основной платеж болса, егер сізде пеня болса, онда екіншісін таңдайсыздар. Мен біріншісін таңдаймын. Период дегенге керекті мерзімді жазасыздар. Ин плательщика дегенге ИП иесінің, яғни өздеріңіздің иіндеріңіз жазасыздар. Ин работника дегенге оған да өздеріңіздің иіндеріңіз жазасыздар. Сумма 2024 жылы бізде минимальный заработная платаның 1,5% құрайды. Ол бізде 1275 теңгені құрайды. Сонымен к оплате 1275 теңге деп жазасыздар, солай төлейсіздер. Мына жерде айта кететін жағдай, обязательный пенсионный взнос работодателя, бұны барлық ИП-лар төлемейді. Бұны тек 49 жасқа дейінгі ИП иелері төлейді. Бұдан да толық ақпарат білгіңіз келсе, мен осыған дейін видео түсірген болатын, осы видеоны қараңыздар. Сонымен қоса, бұл жерде еске кететін жағдай, кейбір ИП-лар ОПВ төлейді, кейбіреулер төлемейді, кейбіреулер социальный отчисление төлейді, кейбіреулер төлемейді, кейбіреулер взносы страхование төлейді, және кейбіреулер төлемейді. Обязательный пенсионный взносы ол да кейбіреулер төлейді, және кейбіреулер төлемейді. Қайсысы төлейді және қайсысы төлемейді, ол туралы мен алдында видео түсірген болатын. Сол видеоны қарап, танысып алыңыздар. Сонымен мен сіздерге ИП платеждарын төлеудің ең оңай жолын көрсеттім. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз қалса, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, және де осындай ақпараттарды білу үшін менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.